мысалға күйеу мен әйел жүреді, ортаға бала пайда болған кезде алшақтап кетеді. Бала мен ана бір бөлек болып қалады, әке өз алдына бір бөлек болып қалады. Мысалы, даже статистика бойынша әйел босанғаннан кейін көзге шөп салу фактілері әлдеқайда жиіленіп кетеді. Және ажырасу да осы уақытта. Ажырасу, конфликттер, түсініспеушіліктер осы уақытта көп болып жатады. Біз бұл модельді қалай ауыстыруымыз керек? Енді дұрысы қалай болу керек? Бала туылғаннан бастап әке бала тәрбиесі, сол ана мен бала деген жұптың ішінде үшінші тарап ретінде қосылу керек. Бір жұп болмау керек, бұл бір үшбұрыш болу керек. Әке, ана, бала. Мен еміздіре алмаймын? Я, еміздіре алмайсың, бірақ қолда ұстатып баланы әлдилетіп жүре аласың. Я, баланы, может быть, керек болса, подгузнигін ауыстыра аласың. Түнде кезек-кезек балаға қарау керек. Яғни жұмысқа барып жатсақ та, кезек-кезек балаға қарау керек. Бірге жиі прогулкаға шығу керек. Бала түсінбейді, ойнамайды, не оғады деп айтып жатамыз, бірақ бұл жерде әкенің ерте жастан бастап бала тәрбиесіне араласу, бұл ер азамат үшін пайдалы нәрсе. Көп жағдайларда ғалымдар мынаны айтады, әйелдер үшін егер ана болу бұл бір табиғи инстинкт болатын болса, әкелер үшін, ер азаматтар үшін әкел болу бұл әлеуметтік инстинкт. Яғни араласқан сайын қалыптасады, дамиды. Махаббаты қызметін атқарған сайын өсе береді.